Сәлем қыздар, бүгін сіздерге жұп-жұқа болып шығатын және қанша мыжғыласаңыздар да жыртылмайтын блинчиктің рецептісін ұсынамын. Ең алдымен 3 жұмыртқамыздың үстінен қантымызды салып, екеуін жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Біздің қантымыз толықтай еруі керек қыздар. Кейін оның үстіне жылы сүтімізді құйып, барлығын тағы да жақсылап араластырып аламыз. Келесі електен өткізілген ұнымызды саламыз, 1 шай қасық разрыхителімізді салып, жақсылап араластырамыз. Тестамыздың ешқандай комочегі қалмау керек, сол себепті мұқият араластырыңыздар. Кейіннен сұйық май құямыз, араластырамыз тағы да. Ең соңында қайнап тұрған суды, яғни кипятокты құйып, барлығын тез-тез венчикпен араластырамыз, біздің жұмыртқамыз пісіп қалмас үшін. Сонымен біздің тестамыз блинчикке дайын қыздар. Табамызды отқа қойып қыздырып, майлап сұйық маймен осылай ожаумен аз-аздан құя отыра блинчиктарымызды пісіріп алатын боламыз. Екі жағын ешқандай да табаға жабыспайды. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер.